Ассалаумалейкум, hürmetli талабалар. Міне бүгін кітапхана хабар іскерлігі тәлім жөнелісі екінші курс студентлері менен. Бүгін сіздердің диққатыңызға кітапханалардың дәстүри тәминаты пәнінен Airbus автоматластырылған кітапхана системасы темасы бойынша сабақ өтіледі. Бұл теманың текарғы ашылатығы мәселелері, көріп шығылатығы мәселелері, Airbus автоматластырылған системаның мазмұны һәм жаратылу тарихы, Airbus системасының құрамы, модульдері һәм оның функциялары, үшіншісі Airbus системасының кітапхана әмелиятында ахметі һәм оның келешектегі перспективалары. Енді бірінші нәубетте со Airbus программасы хақында айтып өтпестен алдын электрон кітапханалар хақында мағлұмат беріп өтпекшімен. Электрон кітапхана бұл дәстүри кітапхана қызметлерінің электрон көрініске өткеру арқылы аралықтан кітап оқушыға мәлімдеме қызметін көрсету болып есептелінеді. Электрон кітапхананы шөлкемлестіру үшін бірінші нәубетте сол технологиялар менен тәминленуі зәрур, одан кейін сол дәстүри тәминат менен тәминленуі зәрур болып есептелінеді. Себебі сол дәстүри тәминат менен тәминленбестен біз электрон кітапхананы жаратудың іләжі жоқ. Солай екен, сол электрон кітапхананы жаратуда дәстүри тәминатлар, бірнеше дәстүри тәминатлар бар. Бұлар, яғни анығырақ айтқанда, кітапхана программалары. Со программаларда Airbus автоматластырылған кітапхана системасы хақында, яғни Airbus программасы хақында мағлұмат бермекшімен. 64+ автоматластырылған мәлімдеме кітапхана системасында hüccetlерді библиографиялық сипатлама элементтерін кіргізуді көріп шығамыз. Бүгін 1, 2, 3, 4 һәм 10-нан зият авторлы hüccetlерге библиографиялық сипатлама элементтерін кіргізуді көріп шығамыз. Бұның үшін бірінші нәубетте біз электрон каталогты мағлұматлар базасын таңдаймыз. Airbus тестовая библиотечная база. Кейінгі процесте біз жұмыс сахипасы описание книги под автором, под коллективом или под заглавием функциясын таңдаймыз. Яғни 1, 2, 3 һәм 10-нан көп авторлы hüccetlерге библиографиялық сипатлама беруді һәм оны системаға кіргізуді таңдаймыз. Бұл жұмысы сахипасы деп айтылады. Бірінші қылатығын ісіміз 700-ші первый автор заголовки майданы hüccеттің мағлұматлар базасында автордың фамилиясы кірітіледі. Автордың фамилиясын кіріту үшін со майданшаға біріктірілген шаблонлардан пайдалануымыз мүмкін. Ямаса алдын шаблонлар жаратылмаған болса, фамилиясын өзіміз кірітеміз. Фамилия, бұл жерде фамилия, кітаптың авторының фамилиясы Каримов, инициал УФ, яғни Ұлыбек Фазилович. Енді бұл жерде біріктіреміз. 200-ші атама майданында, яғни берде Airbus программасында заглавие деп көрсетілген кітаптың атамасы кіргіземіз. Электрон библиографиялық ресурслар жарату технологиясы һәм деректері. Сведение майданына, яғни тема атына тиесілі мағлұматты кіртеміз. Бұл жерде бұл hüccet монография, яғни ilmi басылым. Егер бұл жерде
сабақлық, оқу қолданба, ямаса роман, антология, альманах әрқилы басылым түрлерін кіртуге болады. Жүзетіміз өзбек тілінде болса, ямаса қарақалпақ тілінде болса, сол қайсы тілде болған болса, жүзет қайсы тілде баспадан шыққан болса, сол тілде беріп барылады. Міне сондай-ақ біріктіріп, кейінгі майданға өтеміз. Кейінгі майданда сол жауапкершілік турасындағы мағлұмат, яғни сол жүзеттің басылымына кім жауапкер? Бірінші жауапкер, міне көріп тұрғаныңыздай, жауапкер, редактор хақында мағлұмат кірітіліп жатыр. Демек, жауапкер М.А. Рахматуллаев. Толық берілетін болса, Марат Алимович Рахматуллаев. Енді онан кейінгі майданлардың шығу мағлұматлар майданына сол жүзет нешінші жылда шыққан болса, сол хақында мағлұмат беріледі. Онан кейінгі майданда баспа шөлкемі, баспахана хақында мағлұмат кетеді. Баспахана, міне жерде пән баспаханасынан басылып шыққан көрсетіледі. Онан кейін қайсы қалада баспадан шыққанлығы көрсетілу керек. Бұл жерде шаблон біріктірілген осы майданға. Демек, сол шаблондан баспадан шыққан қаланың аты таңлап алынады. Онан кейінгі майданда ISBN ямаса дәуірлік басылым болса, ISSN номері кіртіледі. Бұл кітап болғаны үшін ISSN номері емес, ISBN номері кіртілуі керек. Себебі кітап ISBN бұл кітаптың халықаралық стандарт номері. Солай екен, сол номер кіртілу тиіс. Онан кейінгі майданда 215-ші майдан көлемі, жүзеттің көлемі хақында мағлұмат сұралған. Демек, сол жүзетте иллюстрациялық сурет берілген болса, сол суретті белгілеп, сол тақлетте белгілеп өтеміз. 9-ші майданда, демек, жүзеттің түрі, қандай түрде жүзет екендігі хақында мағлұмат беруіміз керек. Біз қазір дублетность майданында тұрыппыз. Сол майданның өзінде жүзет түрі деген майдан асты майданда бұл жерде текстілі материал ма, ямаса ноталы ма, қандай жүзет екенлігі көрсетіп берілуіміз керек. Бұл жерде және характер, документтің характері көрсетілу керек. Бұл жерде мына сол шаблонлардан монография мағлұматын таңлап аламыз. Себебі жүзет монография. Алдын айтып өткеніміздей. 102-ші майданда сол мағлұматнаманың қайсы мемлекетке тиесілі екендігі, одан кейінгі майданда қайсы тілге тиесілі екендігі, қайсы мемлекеттің қайсы тіліне байланысты екендігі белгілеп өтіледі. Осы каталогластырылып атылған тілдің қайсы тілде кірітіліп атқан болса, сол көрсетіледі. Демек, өзбек тілінде һәм кирилл алфавитінде кірітілгенін белгілеп өтеміз. Әрбір майданға мағлұмат кірітілгеннен кейін вывод түймесін басып, кейінгі майданға өтіп басылаймыз. Біз бұл нәрсеге итибар беретуіміз керек. 700-ші майданда бірінші авторға тиесілі мағлұмат
бірден зият болса, бірнеше болса, демек бұл жерде 701 майданда һәм басқа авторлар хақында мағлұмат кіртілуі тиіс. Яғни 700-дің бірінші автор деген жерінде бірінші автор көрсетілген болса, 701 майданда екінші, үшінші авторлар хақында мағлұмат берілуі тиіс. Енді біздерде қазір бұл жерге 701 майданда мағлұмат кіртпедік, себебі біздердің хұжетіміз бір авторлық кітап еді. Одан кейін хұжеттің, яғни кітаптың редакторлары хақында мағлұмат кіртілетін болса, 675-ті таңлаймыз һәм бұнда өзбек тілінде кіртіліп атырғаннан кейін 675 тақырыр деген сөзді кіртеміз. Сол хұжет қайсы тілде болса, сол редакторлауы да сол тілде берілуі тиіс. Одан кейін инициалы деген жерде сол ісімі шәріпі толық берілген, ісімі шәріпі қысқартылған көріністе берілуі тиіс. Одан кейін функция бөлімінде редакторлар, түзушілер хақында, яғмаса композиторлар хақында мағлұмат беріледі. Бұл жерде шаблонлардан пайдаланылады. Алдыңғы кіртілген баспаларда, сол атамада, сол автордан хұжетлер кіртілген болса, кітаплар кіртілген болса, демек шаблонларда келіп, шаблонлардан пайдаланып кіртуіміз мүмкін. Кейінгі майданда ең әхметлі майданлардың бірі, яғни статус майданы. Егер бірнеше статусларды көрсетуімізге болады, егер хұжетіміз бір нұсқадан экземплярда болса, бұл жерде 0 деген майданды белгілеуіміз керек. Себебі одан кейін инвентар санын көрсететін майданда сол инвентар санлары 1, 2, 3, 4, 5 деп белгілеп кетіледі. Келіп түскен сәненің көрсетіледі һәм сол хұжеттің сақлану орны Д майданында көрсетілуі керек. Одан кейінгі майдан бағасы, яғни сол хұжет жүк қатында қанша суммада келіп түскен болса, сол бағасы көрсетілуі тиіс. Егер осы жерде, егер хұжетіміз бірнеше, яғни 10-нан артық кітап хұжет бар болса, ізлікте сол инвентар номерге ие хұжет болса, яғни 10-лаған һәм 10-нан зият экземплярдағы кітаплар бар болса, сол сақланып атырған болса, 0-дің орнына R майданын, яғни статус R-ға өзгереді. Демек, бұл жерде 10 цифры қойылып, дроп белгі көрсетіледі. Хұжетіміз 10, бірақ 200-300-ден болуы мүмкін. Сол уақытта инвентар саны ізлікте емес, һәммесіне бір уақыт, бірде инвентар саны берілген болса, ол халда біз статусын view'ді береміз. Для экземпляр, вуза, группа экземпляры деген майданшадан белгілеп шаблоннан пайдаланамыз. Демек, ямаса саны 200 болса, количество экземпляров деген жерге сол 200 деген сан көрсетіледі. Кейінгісі технология майданы. Бұл майданда
толық тексті жүктейміз. Демек, кітаптың санлы ресурсы алдын даярланған, санлы ресурсты жайласқан папканы іздеп тауып аламыз, һәм сол белгіленген папкадан керек құжатты жүктеп алынады. Демек, библиографиялық сипатлама һәм толық текстін біріктіріледі. Библиографиялық сипатламаға толық тексті белгіленуі, біріктірілуі сол тақлетте әмелге асырылады. Одан кейінгі майдан хұжжетіміздің сыртқы көрінісі хақында мағлұмат беріледі. Қапламасы, яғни хұжжеттің қапламасы, кітаптың сырты хақында қаплама осы жерде, осы тақлетте көрсетіп кетіледі. Кейінгі майданымыз систематизация майданында хұжжетіміздің универсал онлы классификация номері берілуі керек. Ол хақында мағлұматты көрсетіп болғаннан кейін, одан кейінгі 621 майданда хұжжеттің кітапхана библиографиялық классификация саны көрсетіледі. Ондан кейінгі майданда авторлық белгі хақында мағлұмат берілу керек. Демек, сол хұжжет қайсы тілде болса, сол тілдегі авторлық белгі қолданбасынан пайдаланған халда авторлық белгісі көрсетіледі. Мысалы үшін, мына жерде К таңлап алынды. Одан кейін білімдер майданы қайсы білім тарауларына тиісті болса, сол шаблоннан таңлап алынады. 964 майданда демек индекс гринти, яғни сол тарауды культурологияға тиесілі болса, енді сол мәдениет тарауының кітапханашылық іскерлігі, тарауы таңлап алынады. Демек, бұл жерде анық қайсы білім тарауына тиісті екендігі көрсетілуі тиіс. Осы көріністе белгіленеді. Одан кейін 903 майданда шифр, хұжжеттің шифры көрсетілуі керек. Мысалы үшін 78, ноқат 30, К 24. Осы тәрізде беріледі. Кейінгі майданымызда кілт сөздері бар, яғни ол хұжжетте көбірек қолданылған сөздер кілт сөздері сипатында кірітілуі тиіс. Осы хұжжетті іздеген уақытта кілт сөздері арқылы іздеп табуға болады. Соған жәрдемші элемент сипатында беріледі. Міне енді әрбір кілт сөздерден кейін үтір белгісі қойылып барылады. Одан кейін 331 майданда аннотация берілген. Аннотация сол хұжжеттің өзінде берілген болады. Егер хұжжетте сол аннотациясы берілмеген болса, каталогизатор өзі аннотацияны хұжжетті үйреніп шығып түзуіне тура келеді. Міне енді библиографиялық сипатлама элементлерін кіргізіп болдық. Демек, енді бұны сақлауымыз тиіс. Мына сақлағаннан кейін, міне 324 майданда көрінді біздердің жаратқан библиографиялық сипатламамыз осы көріністе көрінді. Міне